Bismillahirrahmanirrahim. Ең әуелі барша мақтау, мадақ, құлшылықтарымыз Алла Субханаху ва Тааля сіз бен бізді жоқтан бар еткен осындай бір қасиетті күндерді, осындай бір қасиетті сәттерде бізге тіршілік өмірін берген, осы сәттерде болуды нәсіп қылған, осы сәттерден пайдалануды нәсіп қылған Алла Тағалаға сансыз шүкірлер мен мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның өзіне, отбасына, қасында жүрген сахабаларына, табиин, әтбау табииннің баршасына, және де дүниеден өткен барша, одан кейінгі келген барша ислам ғұламаларына Алла Тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Қазір қасиетті Мәуліт айы. Раббimiz Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Расында Алла Тағаланың өзі және періштелері біздің пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтты. Алланың салауаты, Алланың мейірімі мен рахметі, періштелердің салауаты, ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның біліп білмей істеген қателіктерін кешірім сұрау. Аяттың жалғасында Я айюхаллазина аману, ва иман еткен құлдарым, ва иман еткен маған сенген, менен үміт еткен құлдарым, қалай мен және періштелерім пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтқан болсақ, сіздер де сол пайғамбарға салауат айтыңыздар және еріңіздер деп аятта бұйыруда. Демек, қасиетті Мәуліт айының келуімен біздер баршамыз осы дүниеге келгеннен кейін, Алланы танып, Алланы білгеннен кейінгі жасайтұғын ісіміз пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сөзімен, ісімен, ойымен бізге үлгі бола білген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның үмметіне лайықты іс, ой, сөздер айту керек. Риуаятта келгендей, салауат айтудың, пайғамбарымыз саллаллаху салауат айтудың басын Алла Тағаланың өзі бастап берді. Демек, бұда үлкен бір сауап бар, бұда үлкен бір жақсылық бар. Риуаятта келгендей, періштелердің ең ұлығы болып есептелетін 4 үлкен періште біз кепілдік береміз деп мынандай бір риуаят келтіреді. Күніге салауат айтуды әдетке айналдырған матынға мән беретін болсақ, күніге 10 рет салауат айтқан кісіге мына 4 періште кепілдік береді екен. Жәбірейіл періште, Микаил періште, Исрафил періште, Әзірейіл періште, осы 4 үлкен періштелердің өзі пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салауатты әдетке айналдырған кісіге 4 жақсылық істейтіндігіне кепілдік береді екен. Біріншісі, сол әлгі баршамызға атын естіген кезде жанымыз түршігіп, жүрегімізге қорқу ұялайтын Әзірейіл періштенің өзі сол салауатты әдетке айналдырған кісінің жанын алу сәті келген уақытта ол кісінің жанын соншалықты жеңіл аламын дейді, сезбейтіндей, өлімнің ащы дәмін сезбейтіндей жанын өте бір жеңіл істеймін дейді, аламын дейді.
Исрафил періште болса, Кәусар өзенінен әлгі салауатты әдетке айналдырған кісі тойғанынша соны жаңағы сол Кәусар өзенінен су берем дейді. Пайғамбарымыз салсам Кәусар өзеніне байланысты айтылған хадисінде не дейді? Кім бұл Кәусар өзенінен су ішетін болса, тойғанынша демейді, су ішетін болса дейді, фәлә язмау әбәдә дейді. Еш уақытта шөлдемейді дейді. Еш уақытта шөлдемейді дейді. Жәбірейіл періште, Исрафил, Микаил періште айтады, мен дейді, сол салауат айтуды әдетке айналдырған кісінің Алла тағала күнә қателіктерін кешірмейінше, қасындағы міндетті болған періштелермен қоса, басымызды сәждеден көтермейміз дейді. Қараңыз, бір ғана салауат айтудың керемет осындай жақсылықтары бар. Енді қасиетті Мәуліт айының келуімен барша мұсылман жұрты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға, бұдан да бөтен айларда біз салауат айтпайды емес, салауат айтамыз, бірақ осы айдың келуімен тіптен салауаттарды не істеуге бастайды? Көбейтуге бастайды. Неге? Себебі осы айда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Өмірге келді. Осы айда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Өмірге келді. Екінші бір жақтан бұл жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көзі тірісінде өзінің осы қасиетті айда, қасиетті туылған күнін атап өтпеген, халықты жинамаған деген уәжді алға тартып, осы уақытқа дейінгі істеп келген біздің бабаларымыздың істеп келген барша осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген құрметі, қасиеттеулері, осындай бір жақсы бір істерін неге шығарады? Жоққа шығарады. Бір ғана уәж, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көзі тірісінде, заманында бұл нәрсені істеген жоқ, орындалған жоқ деп. Бірақ Алла субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде бізге не істеді? Бір емес, бірнеше жерде неге ойланбайсыңдар, неге ақылдарыңды істетпейсіңдер деп Алла субханаху ва тағала сұрақ қоюда. Яғни сұрақ қоюда дегенде бұйыруда. Неге ақылдарыңды, неге көп ойланбайсыңдар, неге ой жүгіртпейсіңдер деп бізге Алла тағала жол көрсетуде. Құранда Алланың бұйырмаған, пайғамбардың бұйырмаған нәрселерін істеген жайында пайғамбар салсамның ұлы артынан ерген мирасқолдары, ғалымдарының көптеген келтірген мәліметтерін байқауға болады. Не істеуге болады? Байқауға болады. Құранда Алла субханаху ва тағала әрбір дәрет алғаннан кейін 2 рәкағат шүкір намазын оқыңыздар деген Құранда не жоқ? Бұйрық жоқ. Бірақ білесіздер, күндердің бір күнінде имам Бұхаридің сахихында өтеді бұл оқиға. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Біләл радиаллаху анхуды өзінің алдына шақырып, Біләлға сұрақ қояды. Я Біләл дейді, мен дейді, сенің аяғыңның дыбысын дейді, жәннатта естідім дейді. Сенің аяғыңның дыбысын жәннатта естідім дейді. Сонда сұрақ қояды. Я Біләл дейді. Сонда сұрағым өте маңызды, назарларыңызды аударуды сұраймын. Сұрағымда қараңыз. Я Біләл, сен Алла және менің бұйырған мына ісімді істеу арқылы мен сенің аяғыңның дыбысын жәннатта естідім деп сұрақ қоймайды. Бұл жерде не деп жатыр? Я Біләл дейді, мен сенің аяғыңның дыбысын жәннатта естідім. Сен қандай нәрсе істеп жүрсің? Сенің аяғыңның дыбысын мен жәннатта еститін дейді. Сонда Біләл радиаллаху анхудың жауабы не болады? Былай болады. Я Расулалла дейді. Мен дейді,
сізден асып, болмаса бауырларымнан асып, Алла Тағаланың разылығына жету үшін бір артық бір амал істеп жүрмін деп айта алмаймын дейді. Бір ғана амал істеп жүрмін, бұл әрбір дәреттен кейін 2 ракағат намаз оқып жүремін дейді. Қарасаңыз, Алла елшісі, біздің Алла Субханаху ва Тағаланың өзі және Алла елшісінің өзі бұйырмаған нәрсені Біләл радиаллаху анхудың істеп жүргендігі. Бұны не үшін айтып жатырмын? Анау бидғаттың анықтамасында екі түрлі анықтама берейік. Екі түрлі анықтама берген ғалымдарымыз. Бірінші, сөздікте ма ухдиса аля гайри мисалин сабиқин. Не деген сөз? Бұрын соңды мысалы болмаған жаңа бір нәрсе деген мағынаны білдіреді дейді. Бидғат дегеніміз. Ал енді шариғаттағы мағынасы ва шар'ан ал-мухдасуллази лам янусса алейхил Құрану валал хадис. Ал шариғаттағы мағынасы болса, Құран мен сүннетте ол жайлы айтылмаған жаңа бір нәрсе дейді. Құран мен сүннетте мүлде болмаған нәрсе. Біләл радиаллаху анхудың мынау ісі я Құранда, я хадисте мүлдем кездеспеген нәрсе. Неге онда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, я Біләл, сен бидғат істеп жүрсің, менің сүннетімде болмаған, Алланың бұйрығында болмаған нәрседен сен тыйыл, бұл нәрсені істеме деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істеп еді? Ескертуші еді. Бірақ керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көзі тірісінде қалай 10 сахабаны жұмақпен сүйіншілесе, Біләл радиаллаху анхуды, ол 10 сахабаның ішінде Біләл болмаса да, осы бір іс арқылы тағы да мысал бере беретін болса өте көп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезінде өзі тағайындаған бір сахаба болды. Имам қып тағайындады бір жерге. Сонда сол әлгі сахабаның жамағаты Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға әлгі өзі бекітіп, имам қылып бекіткен кісінің атынан арызданып келеді. Я Расулалла дейді, мынау сахаба дейді, Хубайб дейді, бұл дауыс шығарып оқитын намаздарда әрдайым Фатиха сүресінен кейін Ықылас сүресін оқиды. Содан кейін тағы да бір қосымша сүрені оқиды дейді. Үндемейтін намаздарды білмейміз дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху қасындағы Хубайб келген, бірге еріп келген Хубайбтан сұрайды. Я Хубайб дейді, сен мынау үндемейтін намаздарды да сөйтіп оқисың ба дейді. Сонда Хубайб айтады, я мен солай оқимын дейді. Фатиха сүресінен кейін Ықылас сүресін оқимын дейді. Содан кейін бар басқа сүрелерді оқимын дейді. Қараңыз, фиқ кітаптарын ашып қарасаңыз, ондай нәрсе жоқ. Құрандағы аяттарды ашып қарасаңыз, ондай нәрсе жоқ. Құранда келетін нәрсе фақрау минал Құрани ма таяссара. Құрандағы кез келген аяттың саған өзіне жеңіл келетін аятты оқы деп Алла субханаху ва тағала бұйырып жатыр. Яғни Құранда бұйырмаған, Пайғамбар саллаллаху алейхи бұйырмаған нәрсені әлгі сахаба істеп жатыр. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи не істейді? Сұрақ қояды. Я Хубайб дейді, сен не үшін бұл нәрсені орындайсың? Не себептен орындайсың дейді. Сонда Хубайбтың жауабын қараңыздар. Я Расулалла дейді, уа жамағат, менің артынан арызданушы жамағат, жақсылап тыңдаңыздар дейді. Мен дейді, бұл Ықылас сүресін тек қана Фатихадан кейін ғана оқып қоймай дейді. Жүрсем де, тұрсам да, отырсам да, жататын кезде де әрдайым оқимын бұл Ықылас сүресін. Себебі бұл сүрені мен өте қатты бұл махаббатым, осы сүреге деген махаббатым өте үлкен, өте қаттырақ дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи жауабын қараңыздар енді. Және Құранда болмаған, яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде, сүннетінде кездеспеген нәрсені орындағаны үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ескертпей, керісінше не деп жатыр? Я Хубайб дейді, сен осы ісіңді қияметке дейін, яғни өлім келгенге дейін, өлім сәтіне дейін жалғастыратын болсаң, осы сүреге деген махаббат сені жұмаққа жетелейді деді. Сені не деді? Жұмаққа жетелейді деді. Демек, дәл осындай оқиғалар, құрметті бауырлар, айта берсек өте көп. Бір екеуімен шектелейік. Yani Kur'an'dan da misal verip көруге тырысайық. Демек, хадисте келген нәрседе күллу бид'a далала, бүкіл бидғат
адасушылыққа алып барады деген нәрсені жалпылама түсінуге не істемейді? Мына нәрселер кедергі болады. Сол себептен ғалымдарымыз тіпті сахабалардың өзі, атын айтатын болсақ, Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманында бір 2-3 күн ғана жамағатпен оқылып, негізі жамағатпен басынан аяғына дейін оқылмаған таравих намазын бір қариды, Убайя мин Каабты алдына шығарып, яғни имам қылып, артына бүкіл жамағатты қойған кезде, және де бір мешітке келіп қараған уақытта қандай жақсы бидғат деген сөзінен ғұламаларымыз бидғат деген сөзді екіге не істеп қарайды? Бөліп қарастырады. Бірінші бидғат дінде мүлдем жоқ, негізі, асылы мүлдем жоқ. Әлбетте ол бидғаттардың барлығы неге алып барады? Жамандылыққа апарады, адасушылыққа алып баратындығын естейді, алға тартады. Екінші, дінде негізі бар, асылы бар, бірақ өзгертілген, жақсылыққа қарай, адамдардың сұранысына қарай өзгертілген бидғаттарды ғалымдарымыз не дейді? Жақсы бидғат дейді. Баршамызға белгілі болғандай, Құранда Алла субханаху ва тағала Иса алейхиссалату вассаламның қауымынан бізге мысал береді. Әлбетте, алдыңғы өткен қауымды Алла субханаху ва тағала Құранда не себептен кездесті? Не себептен айтты бізге? Исаның дәуірі өтті, Мусаның дәуірі өтті, Сауттың дәуірі өтті, Сүлейменнің дәуірі өтті. Қазір Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның дәуірі, қазір сол кісінің шариғаты. Сол кісінің бізге жеткізген аманатымен жүріп жатырмыз. Бірақ Құранда басқа пайғамбарлардың несі? Қиссалары, оқиғалары, басынан өткен қуаныштары, басынан өткен қайғылары келтірілген. Не себептен? Бізге сабақ болу үшін. Соған қарай түзеп, соған қарай не істеу үшін. Пайғамбар саллаллаху да әрдайым дұрыс емес жағдайды көрген кезде, осы жағдайды сіздердің алдыңғы қауымда істеген, және осы істеумен арқылы не істеген? Жоқ болып кеткен, жер бетінен жоқ болып кеткен, маймылға айналдырып берген, шошқаға айналдырып берген деген пайғамбар саллаллаху несі келеді? Ескертуі келеді. Қазірге келтіретін мысалымызда қасиетті Құран кітаптан Алла субханаху ва тағала жер бетіне пайғамбарымыздан басқа пайғамбар жібермеді емес. Бір риуаятта 124 мың, екінші бір риуаятта 224 мың пайғамбар келген деп хабарлар келеді. Соның 25-і Құранда ашық келтірілген. Сол 25-тің ішіндегі Құранда анық келтірген және де 3 кісі жұмаққа тірідей кіргізілген кісілердің бірі Иса алейхиссалам туралы Құранда мынадай бір қызықты бір мәселе және де бізге үлкен бір арқау болатын, сүйеніш болатын үлкен бір мәселені келтіреді. Құранда жалпы шариғатта парыз харамнан басқа амал жоқ деп айта алмаймыз. Алланың парызы бар, бұйрықтары бар, тыйымдары бар. Осы екеуінің арасында уәжіп деген нәрсе бар, сүннет деген нәрсе бар. Әрқайсының өзінің орны бар бұның. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Алла сендерге нені алып келетін болса, соны алыңдар, ұстаныңдар. Неден тыятын болса, содан тыйылыңдар дейді. Көрдіңіз ба? Сол себептен Иса алейхиссалату вассаламға жайында мынадай бір керемет бір Құранда аят келтіреді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хадид сүресі, Темір сүресі 27-ші аят. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Біз дейді, Мәриямның баласы Исаны өзінің қауымына пайғамбар ретінде не істедік дейді? Жібердік дейді. Оны тек қана жіберіп қана қоймай, وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ. Оны кітаппен қоса жібердік. Қолына кітап бердік. 4 әйгілі кітап болса, соның бір кітабын жібердік.
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً. Бұл жерде Алла Тағала Исаны емес, осы Исаға ерген достары, сахабалары жайында айтқысы келіп отыр. Және оған таза жүрекпен ерген кісілердің жүрегіне біз салдық дейді. Орналастырдық дейді. Нені? Рафа. Жұмсақтық, мейірімділік. Ва рахматан. Алланың рахметін. Ва рахбаниятан. Және де дүниеге деген сүйіспеншілікті жүрегінен алып тастадық дейді. Ибтадауха ма катабнаха алейхим илля бтигаа ридваналлах. Осы екеуін орналасып едік дейді. Алланың мейірімі мен жұмсақтығын оларға беріп едік дейді. Олар дейді өздеріне тағы да бір нәрсе қосып алды дейді. Қараңыз, Алла бұйырмаған, Иса да бұйырмаған нәрсені олар өздері қосып алған дейді. Не үшін? Алланың разылығына жету үшін. Қандай нәрсені қосып алған? Дүние ләззатын жүректеріне кіргізбеген. Яғни ең бір әдемі татты тағамдарға, әшекей киімдерге, әйелдерге не істемеген? Қызықпаған. Осы нәрсені өздеріне не істеп алды дейді? Міндеттеп алды дейді. Мақсат Алланың разылығына жету. Бірақ осы аяттың, қараңыз, мынау аятта басы, бұл аяттың басы өте мақтап жатыр. Біз дейді, Мәриямның баласы Исаны, оның қолына кітабын ұстатып, өзінің достарына, бір халқына жіберген едік дейді. Халқы да ол Исаны өте қатты, жақсы, жүректеріне жақын қабылдады. Осылайша олардың жүрегіне біз мейірім мен жұмсақтық бердік дейді. Бірақ дейді, бұлар оны асынып, тағы да менің разылығым үшін, яғни Алланың разылығына жету үшін, тағы да үшінші нәрсені олар не істеп алды дейді, қосып алды. Бірақ Алла да бұйырмаған, Иса да бұйырмаған. Сосын осы аяттың аяғында فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا деп келтіреді. Алайда, олар ол жолды лайықты түрде ұстай алмады дейді. Ұстана алмады дейді. Қараңыз, бұл жерде не нәрсеге көңіл бөлуіміз керек? Алла субханаху ва тағала және Иса мейірімді болуды, және де жұмсақ болуды халқына бұйырған уақытта халқы бұл нәрсені ұстанды. Және де осы нәрсені олар асынып, үшінші нәрсені қосты. Мақсаттары өте керемет. Алланың разылығына не істеу? Жету. Яғни Исаның сөзінде болмаған, Алланың сөзінде болмаған нәрсені олар үшінші қосты. Бірақ соны неге қосты? Неге қостыңдар сендер? Мен қоспа дедім ғой. Мен сендерге бұйырмадым ғой деп Алла субханаху ва тағала не істеп атқан жоқ? Айтып атқан жоқ ол нәрсені. Керісінше, мынау аятқа дейін бұл аяттың басында мақтап жатыр Алла субханаху ва тағала ол кісілерді. Менің разылығыма жету үшін олар осы нәрсені не істеді? Тағы да ұстанды дейді. Бірақ ол нәрсені олар не істеген жоқ? Дүниеге деген, дүниенің қызығын жүректерінен алып тастау деген нәрсені лайықты түрде ұстанамады дейді. Өздері шығарса да лайықты түрде не істемеді? Ұстанамағаны үшін, яғни менің бұйрығымнан басқа бұйрықты алғаны үшін Алла Тағала ашуланып атқан жоқ, оларды сөгіп атқан жоқ. Сол шығарған нәрселерін өздері ұстанамағаны үшін Алла Тағала ашуланып жатыр. Көрдіңіздер ме? Сол себептен қадірлі құрметті бауырлар, жалпы қасиетті Мәуліт айы келгенімен бүкіл дүние жүзіндегі мұсылмандар 90-нан астам пайызы халықты, яғни бір халық бар, мешітке келеді. Ол кісілер мәуліттің не екендігін, салауаттың не екендігін өте жақсы біледі.
Бірақ сонымен қатар мешітке келе алмайтын халық бар екендігін де ұмытпағанымыз жөн болады. Сол мешітке келе алмаған халықты біз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне сай біз не жасаймыз? Білесіздер, қасиетті Мәуліт айының келуімен арнайы өнер ошақтарына бүкіл халықты, мәдениет үйлеріне халықты жинап, сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ұлықтығын, өмір жайын, салауаттың пайдасын, салауаттар айтып, ол шара біткеннен кейін адам баласына не істейміз? Сол жердегі жиналған кісілерге дастархан жайып, Термизиде келеді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің туған күні уақытында, Мәуліт айында әр дүйсенбі сайын ораза ұстайтын себебін сұраған уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам «Әл-яума улидту» дейді. Мен бұл күні туылдым дейді. Осы күні туылдым. Сол себептен мен осы күні туылған үшін Аллаға шүкірлік ниетімен не істеймін дейді? Ораза ұстаймын дейді. Бізде Аллаға шүкірлік Құранда тағы да бір аяттарда келеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул бифадлиллахи ва бирахматихи фабидалика фалияфраху дейді. Ей Мұхаммад, айтқын ол жер бетіндегі құлдарыма, менің шарапатыммен, менің мейірімділігіммен, менің көмегіммен жеткен ұлы бір күндеріңмен қуаныңдар дейді. Мусаның қауымында білесіздер. Кезінде Мусаның қауымы Фирғауынның қиындығынан құтылған уақытта, құтылған сәтте соған шүкірлік ниетімен Мұхаррам айының Ашура күні не істейтін еді? Бүкіл қауымы ораза ұстайтын еді. Тура сол секілді осы аятқа амал қылып, біздің алдымыздағы қауымдарды істеген секілді, біз Мәуліт айы келген уақытта Аллаға шүкірлік ниет ораза ұстаймыз дүйсенбі сайын. Екінші, сол халықты жинаған уақытта салауат айтамыз. Пайғамбар саллаллаху өмір баянынан насихат айтамыз. Үшінші нәрсе, ол не? Жиылған қауымға Алла Тағаланың адал деп бұйырған асын, дастарханын не істейміз? Жайып жібереміз. Міне бұл істердің барлығы да шүкірлік қылу, салауат айту, және де тамақ беру. Құранда келеді ғой. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا деп Алла Субханаху ва Тағала не дейді? Олар шынайы мұсылмандар өздері ғана тамақтанып қоймай, өздерінің жақсы көретін тума-туыстармен бөліседі, кедей-кепшіктермен, жетім жесірлермен, және әсиро дейтін тұтқында отырғандармен не істейді? Бөліседі дейді. Міне сол себептен құрметті қадірлі бауырлар, қасиетті Мәуліт айы келген кезде осы Мәулітті жасайтын, Мәуліт айын ерекше бір не істейтін дәлел іздемей, керісінше сондай бір таза бір жүрекпен Алла Субханаху ва Тағалаға аның разылығы үшін пайғамбар саллаллаху көп салауат айтумен, және де пайғамбарымызға лайықты үммет болудың жолдарын іздеуіміз керек екен. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.